кезінде бала кезімізде білмейміз, қарындасым екеуміз қадір түнін күзетейік деп бір ұйықтамайық деп отырғандығымыз бар еді, бірақ ол кезде білмейміз ғой. Сөйтеміз де құр жаңағы қадір түнін ұйықтауға болмайды екен дегенді естіп алдық қой. Сөйтеміз де телевизор көріп, ұйқымыз келе бастаған кезде кофе ішіп солай істегендігіміз бар еді, бірақ қазір есіме түссе күлемін. Яғни білмейтін кісілер осылай істеуі мүмкін да, бірақ олай емес. Қадір түнінде құр ұйықтамай былай отыру емес, құр таң атқызу емес. Яғни бір нәрсемен шұғылдану керекпіз. Алланың жақсы көретін амалдарымен шұғылдану керекпіз. Жаңағындай намаз оқуға, әрдайым намаз оқуға шамаңыз келмесе, кітап оқыңыз, уағыздар тыңдаңыз, мұсылман бауырлармен бірге отырып жаңағы сұхбаттасыңыз, яғни Алла жайында, пайғамбар жайында, жалпы Алланың ұнататын хайыр, ихсан амалдарын жасауға тырысыңыз. Ләйләтул қадри хайру мин әлфи шәһр. Ал қадір түні болса, ол 1000 айдан қайырлы дейді біздің Тәңіріміз. 1000 айдан қайырлы болған қадір түнінде біз барынша жаңағы намаз оқумен, Құран оқумен, садақа берумен, 200 теңге берсеңіз де, 500 теңге берсеңіз де, шамаңыздың келгенінше бір мұқтаж, яғни шынайы мұқтаж адамдарға жәрдем берсеңіз, 1000 ай құлшылық жасаумен, 1000 ай садақа берумен, 1000 ай намаз оқумен, 1000 ай құлшылық жасағанмен тең дейді, субханалла. Осыны біз ескеруіміз керек, біз сараң болмамыз керек. Осындай бір мүмкіншіліктен, осындай нығметтен құр қалмайықшы, құрметті бауырлар. Өйткені Рамазан біткеннен кейін келесі Рамазан айына аман есен жетеміз бе, оны бір Құдай біледі. Субханалла. Сондықтан, құрметті бауырлар, Алла баршамызға разы болсын. Айтқан уағызымызға да, тыңдаған сіздерге де Алла Тағала берекесін беріп, сауаптан жасын, күнә қате кемшіліктерімізді кешірсін иншалла. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.